Ақтауда түнгі клубта төбелескен 2 шенді полицей қызметінен қуылды. Шымдікке сылқия тойған тәртіп сақшылары төбелес шығарып 27 жастағы азаматты пышақтап тастаған. Оқиға 27 қараша күні түнгі сағат 2-лер шамасында болған. Ақтау қалалық жергілікті полиция қызметінің бастығы Ерлан Отаров пен Мұнайлы аудандық ішкі істер басқармасы патрульдік полициясының командирі Нұржан Мағзамов түнгі клубта төбелес шығарған. Тіпті тәртіп сақшылары суық қару қолданып 1996 жылғы жігітке пышақ сілтеген көрінеді. Сосын жараланған жәбірленушіге көмек көрсетудің орнына кезекші экипажды оқиға орнына шақыртып өздері іс суытыпты. Алтаяқ жеген жігіт Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасына жеткізілген. Зардап шеккен азаматты травматолог, нейрохирург қарап алғашқы медициналық көмек көрсеткесін үйіне жіберді. Бұл дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы тіркелді. Тәртіп комиссиясының шешімімен 2 қызметкер ішкі істер органынан босатылды. Сонымен қатар төбелесте үстел пышағы қолданғандығы туралы ақпарат шындыққа жаныспайтынын атап өткіміз келеді.